Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Видеоны көрместен бұрын каналыма тіркеліп, қоңыраушаны баса кетуді ұмытпаңыздар. Бүгінгі видеомның тақырыбы лимон жайында болмақ. Лимонның емдік қасиеттері мен адам өміріне пайдасы орасан зор екенін біреу білсе, біреу білмес. Ендеше осы қызық ақпараттарды жіберіп алмас үшін видеоны соңына дейін көріп, лайк басуды ұмытпаңыз. Көптеген адамдардың ойынша лимонды тек қана шайға қосады және қышқыл дәмі бар екенін ғана хабардар. Бүгін біз сіздерге осы бір сары жемістің қандай керемет пайдасы бар екендігін айта өтпекпін. Қышқыл әрі ерекше дәмі бар өсімдік маңайының барлығын тазартады. Сонымен қатар иммунитетті көтеріп, түрлі вирустарды жоюда өз пайдасын тигізеді. Лимон жемісі айналасын хош иіске бөлейді, сондықтан депрессиядан шығуға көмектеседі екен. Оны білетін мамандар элиталы мейрамханалардың маңайына осы бір өсімдіктің ағашын отырғызады. Келген қонақтар өздерін жайлы сезініп, қайтадан бас сұғуға ұмтылады екен. Бір жағынан бұл да пайдалы кәсіптің біріне тигізіп жатқан көмек екен. Мамандардың айтуы бойынша сары өсімдік адамның басындағы терісін жақсы тазалайды. Бұдан бөлек теріге шыққан безеу өзге де ауруларды жоюға көмектеседі. Лимонды екіге бөліп, ауырып тұрған жеріңізге тигізсеңіз, ондағы микробтарды жоя алады. Сондай-ақ тырнағыңызға дерт пайда болып, тыныштық бермесе, лимон басып қойсаңыз көмегі тиері сөзсіз. Егер жылы сумен лимон өсімдігін ішсеңіз, артрит, ревматизм сынды аурулардың алдын алуға болады екен. Лимонды күнделікті пайдалану бетті тазалап қана қоймай, әжім түсуден сақтайды. Лимонның тағы бір кереметі, лимонды 4 бөлікке бөліп ыдысқа салып бөлмеге қойсаңыз, үйдегі ауаны тазалайды. Егер сізде астма, тұмау немесе аллергия сынды аурулар болса, мұрныңызбен иіскеңіз, деміңізді ашып рахатқа бөлейді. Лимонның сепкілді кетіруде де пайдасы бар екен. 100 грамм балды алып, бір лимонның шырынымен араластырыңыз. Осы қоспамен дәкеден жасалған майлықтарды дымқылдатыңыз және сепкілдерді жабылған жерлерге 10-15 минутқа жағыңыз. Табысқа жету үшін үнемі 15-20 маска жағуға болады. Егер сіздің тістеріңіз ақ, ал тамырлары мықты болсын десеңіз, тістеріңізді лимонның қабығымен ысыңыз. Қайызғақ мазалап, қайызғақтан құтылғыңыз келсе, бұл жерде де лимонның пайдасы бар. 4 лимонның қабығын 1 литр суда 15 минут қайнатыңыз. Қайнатпаны сүзіп аласыз да, шашты қайнатпаның аптасына 1 рет шайып отырасыз. Қайызғақтан құтылдым деп есептей беріңіз. Кейде біз әлсіз иммунитет, авитаминоз, тұрақты шаршау сияқты жағымсыз құбылыстармен күресуіміз керек. Ғылыми зерттеулер лимон барлық осы проблемаларды шешуге көмектесетінін дәлелдеді.